Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін мен сіздерге өзімнің сүйікті серияларымның бірі Black Mirror, яғни қара айна топтамасынан бір керемет фильм ұсынбақшымын. 2017 жылы жарық көрген 4 маусымның 6 бөлімі Қара музей фильмі болашақ өркениетке ерекше болжаммен, сондай-ақ дамысты технология адамзат өміріне қаншалықты әсер ететіні жайлы өте қызықты триллер. Кіріспеде сіздерді қызықтырып дәмелендіре бермейін, тура фильм желісіне көшейік. Кино ұзақ шөлейт жолда жалғыз өзі көлікпен жүріп келе жатқан Ұлбикенің оқиғасымен басталады. Кейбіріңіз айтуыңыз мүмкін, неге кейіпкерлерге өзің ат қоя бересің деп. Мына фильмге мен қаласам да қаламасам да ат қоямын. Өйткені кейіпкерлердің тең жартысында есімі жоқ. Көлікке қуат толтыру үшін Ұлбике бір аялдамаға аялдайды. Және сол аялдамада Қара музей деген кезінде сұмдық танымал болған, ал қазір ешкімге қызық емес музей бар. Ұлбике бас сұғып қызықтауға шешеді. Ал мынау музейдің таныстырушысы, қызметкері, күзетшісі, қожайыны. Бұл музейді жасаған адам. Ерасыл. Тым таппағанда өз атыңды қойып қойасың ғой. Ерасылдың музейі жай ғана музей емес. Ерасыл өзі ғалым, өнертапқыш. Оның өнертабыстарымен байланысты сұмдық оқиғалы көрмелермен таныс боласыздар қазір. Ерасыл Ұлбикеден бұл жерге не жел айдап келді деп сұрайды. Ұлбике туған күні болғай жатқан әкесіне бара жатқанын айтады. Және көлігі қуаты толғанша бұл қызықты музейді қарап шығуға шешіпті. Одан Ерасыл өзінің сұмдық көрмелерін таныстырып бастайды. Мына бас киім секілді дүниені Ерасыл доктор Мұратқа жасап берген. Доктор Мұрат қаласында өте танымал, еңбегі сіңген қабілетті дәрігер болған. Ал Ерасыл оған өзінің жасаған бір адамның сезінген нәрсесін келесі бір миға байланыстыру арқылы сезінуге болатын құрылғысын сатқан. Бұл құрылғының кереметі өзге адамның сезінгенін толық сезгеніңмен саған ешқандай денелей зақым келмейді. Біздің Мұрат осы арқылы ауруын жеткізе алмайтын адамдарға нақты диагноз қойып, кішкене балалар ағылшынша білмейтін адамдарға да көмектеседі. Бірақ бұл құрылғыны Мұрат өмірінде де қолдана бастайды. Ол патата болып, әйел адамның не сезінетінін сезініп көреді. Бірақ бір күні бір дөкей ауыр халде ауруханаға келеді. Бірақ біздің Мұрат оның аурусының түсіне алмай қояды. Сол кезде дөкей өліп кетеді. Біздің Мұратта 5 минутқа жүрегі тоқтап оянады. Яғни ол ажалды сезінді деген сөз. Осыдан ақ оның есі ауысады. Біздің доктор Мұрат ауырсынау қиналудан ләззат алып бастайды. Ол үшін келген науқас ләззат алушы құралға айналады. Осысын байқаған басқалар оған арыз жазып, оның жұмысынан босатады. Ләззат алу тәуелділікке бас аяғымен кіріп кеткен ол шыдай алмай өзін қинап бастайды. Және ол өте қабілетті дәрігер болғандықтан өзінің қандай жағдайға дейін тірі жүретінін біледі. Бірақ басқаның қиналуынан саған ол көшедегі сорлы бір бомжды ұстап алып, бұрғымен бұрғылайды ішін. Сол маңнан полицейлер де табылады. Бірақ сол кезде доктор Мұрат қорқу, ауырсыну, ажал бәрін бір мезетте сезінеді. Сөйтіп ол комаға түседі, және ол әлі күнге дейін комада жатыр. Тарихы қызықты шығар. Қызықты екен. Сып кетті ғой мына жеріз. Желдеткіш демей қалған ба? Су ішесіз ба? Рахмет. Ары қарай жалғастыра істейтінге сенімдісің ба? Жалғастырайық. Қызық болып жатыр. Онда мына маймылға көшейік. Мына маймыл ең мұңлысы. Джек және Керри деген жас жұбайлар керемет өмір сүріп жатқан еді. Бірақ Керри ес-түссіз жылдарды өткізеді, бірақ денесі әлде қашан істен шыққан еді. Тек ода не жоқ дейтін құрал ғана болды. Әрине, ол жерден Ерасылда табылады, және ол Джекке келесі бір озық технологиясын ұсынады. Керридің денесі істемегенімен, оның ой санасы орнында. Оның ой санасын сенің миыңа қосуға болады. Менің денемді Керри екеміз бөлісеміз ба? Керри таңдауын жасағанға ұқсайды. Ал сен?
Джек та келісіп ота жасалады. Енді Керри Джектің көргенін көріп, сезгенін сезіп, онымен сөйлесе алады. Әрине, қаншама жылдардан кейін бұл жайт өте керемет болды. Астыршы басқа бетке. Не, қолыңды жомайсың ба не? Осылай Джектің басы даудан арылмайды. Кез келген адамға өз-өзімен болатын уақыт керек. Сөйтіп басы ауырған Джек Ерасылға келіп көмек сұрайды, ал Ерасыл Керриді уақытша паузаға қоюға мүмкіндік бар дейді. Джек тура келіседі. Осылай Джек жұмыс күндері Керриді паузаға қойып, демалыс күндері баласымен уақыт өткізерде қосадым болды. Бірақ бұл да ұзаққа бармады. Джектің өмірінде басқа бір қыз пайда болды. Әрине, оны Керри жай қабылдай алмады. Сөйтіп Джек Ерасылға тағы келеді. Ерасыл, Керриді сенің миыңнан өшірейік дейді. Бірақ ол адам өлтіру болып саналады екен. Содан Ерасыл маймыл ойыншықты ұсынады. Оған Керридің ой санасын кіргіземіз, ал ол балаңмен уақыт өткізе алады дейді. Керри паузадан шықса, маймыл қуыршақ болып оянады. Оны ешкім естімейді және ол ештеңе істей алмайды. Керриде тек екі дыбыс шығаратын кнопка ғана бар. Жақсы көрем, құшақтағым келеді. Уақыт өте берді, балаға маймыл ойыншықта қызық болмай қалды. Одан да жалығып оны лақтырып жіберді. Бірақ Керри әлі соның ішінде. Не, ол әлі осында ма? Заң бойынша оны өшіру адам өлтіру. Енді басқа амал жоқ. Жаным кетті. Енді ең кереметі және ең сұмдығы. Мына көрме сериал Killer Clayton. Аянышты көрінеді, түріне қараса. Шынай десе де болады. Кезінде мен осылай адамдарды голограммаға көшіретін технология істегем. Оны мен танымал тұлғаларға арнаған едім. Бірақ құжат заң басым ауырып кетті. Ал өмір жазасына кезілгендер үшін көп құжат керек жоқ. Клейтон жазасыз біреудің орнына айыпталып өлім жазасын алған біреу. Сол кезде оған Ерасыл келіп, өзінің жадысын сатуды ұсынғаны. Клейтон сатып ақшасын отбасына берген. Одан әрине Клейтонды өлтірді. Ал Ерасыл оның санасын алып, голограммалық түрде қайта тірілткен. Яғни ол техникалық тұрғыда кәдімгідей елес. Бірақ Ерасылға қызықты көрмеге керек болғандықтан, ол тоққа соқтырып көруге арналған голограммалық жүйе істейді. Ал Клейтон қиналып өліп қалса, оны қайта тірілте салады. Өтінем, олай жасай көрме. Тіпті Клейтонның қиналу бейнесін сувенир ретінде сатқаны. Ерасылдың жағдайы сол кезде аяқ астынан шарлап кетеді. Сөйтсе, Ұлбикенің берген суы екен. Клейтонның келіншегі өмір бойына күйеуін ақтауға тырысқан, бірақ еш нәтиже шықпаған. Ал оның санасын Ерасыл көрме қылып ақша жасаған. Әке, туған күніңмен. Одан Ұлбике Ерасылға дәл алдыңғыдай ой санасын қазіргі әкесінің санасына қосып, және оны тоқтың шегіне қосып жібереді. Сөйтіп екеуі де өледі, бірақ осы жолы оны қайта тірілтпейді.
Мен бәрін жасадым анашым. Жарайсың қызым. Осылай бүгінгі біздің фильм аяқталады, және біздің видео да аяқталады. Видеоны аса не істеу керек екенін білесіздер, және де ешбір айтулы күнсіз, ешбір себепсіз көрермендеріме рахмет айтқым келіп отыр. Өйткені мен комментарий оқу барысында мүлдем спам коммент көрмеймін. Барлық өзінің шынайы ойы мен шынайы лебізін жібереді. Соған көп рахметімді айтамын. Ал енді келесі видео жолыққанша сау.